Баршаңызға сәлем. Қазір мен сонса клеш юбканы 1,5 метр матадан қалай пішігін көрсетем. Ол үшін сіздер бір бүктеп осылай бүктеп аласыздар, және бір бүктеп аласыздар. Міне 4-ке бүктедім. Енді сіздер осы 4-ке бүктеген күйі осы жерден беліңіздің өлшемін сабаласыз. Беліңіз мысал үшін сіздің 25 сантиметр болды дейік. 25-ті алып, бұлай бүктеп саласыздар. Міне бүктеп белгілеп аламыз біз. Міне белгілеп алдық. И мұны араға шықтығында белгілеп алыңыздар. Міне белгілеп алдық белін белгілеп алғаннан кейін сіздер мына матаның дәл ортасынан бұлай бір бүктеңіздер, мына шетін және осылай бүктеп алыңыздар. Мінекей бүктеп алдық. Енді мына жағынан сіздер ұзындығын ала бересіздер. Ұзындығы өзіңізге байланысты болады, қанша алсаңыз да. Мен сол 50-60 сантиметр қып алып отырмын. Сонда сіздер осы 1,5-1,5-нан қанша шығатынын білесіздер. Мінекей, мен белімді белгілеп қойғам. Жаңа мына жерде міне ортадан осы жерден бүйтіп сызып аламыз. Міне, енді мына жерде сызып аламыз біз. Бұл жерді сызу үшін міне сантиметрімізді алып, осыны мына шеткеде қойып аламыз. Міне белгілеп алдым, бұяғына да тура осы қашықтықты белгілеп аламыз. Мына жер келді. Енді қараңыз, осы жерді біз қоса саламыз. Мен әзір осы жерді қосып алайын. Мінекей, қосып алдым. Енді бұны 40 көрсетем әзір. Міне, 40-қан кезде сіздер мына жерден 40 аласыздар. Мен 1 сантиметр, 2 сантиметр запасыман 40 алдым. Сіздер де солай алыңыздар. Кейін белдеріңізге туралай саласыздар. Міне, енді ашып көреміз. Сонса клешімізді. Менде мына жері бір бұрыштау болып қапты. Бұны туралап алып тастайсыздар. Міне. Енді ашып көреміз. Мінекей, сонса клеш юбкамыз шықты. Мына жерде бізде белі. Міне белі, мына жағы бізде уже етегінің кең, мол болып тұрады. Түсінікті болды деймін сіздерге. Бұл өте оңай жолы.